Армысыздар, Қазақмет көрермендері. Бүгінгі біздің пайдалы кеңес тақырыбымыз асқазан аурулары, яғни олардың белгілері, және де күнделікті жағдайда қалай емдеуге болады, сол туралы болмақ. Сіздермен бірге мен Қасен Айданы. Қазіргі таңдағы аурудың ең асқынған түрі, ең жиі кездесетін түрі асқазан аурулары болып табылады. Оның себептері ең бірінші дұрыс тамақтанбау. Аурудың барлығы астан демекші, қазіргі таңда сырттан көп тамақ ішу, яғни рационалды түрде тамақтанбау, күнделікті уақытта таңертеңгі асты ішпеу, майлы тамақтарды, қышқылдығы жоғары тамақтарды ішу, бұлардың барлығы асқазан ауруына алып келеді. Осының қатарында асқазанға, яғни инфекция болып, Helicobacter pylori кіреді, яғни осы арқылы инфекция түсіп, адамда жайсыздық, яғни асқазанның ауру белгілері пайда болады. Ал екінші себептерге сирек кездесетін ол генетикалық фактор болып табылады, яғни ағзаға трипсиногендердің, мукопротеидтердің жетіспеушілігі, иммуноглобулин А және простагландиндердің жетіспеушілігі, бірінші қан тобының оң болуы, бұлардың барлығы да сирек кездесетін фактор және де асқазан ауруына алып келеді. Қазіргі таңда көптеген аурудың барлығына қабынуды басатын осы дәрі-дәрмектерді қолдана береді. Яғни жай ғана ешқандай нұсқаулықсыз дәрілерді пайдалану бұлардың барлығы асқазан ауруларына соқтырады. Асқазан ауруларының белгілері. Ең бірінші адамда жайсыздық, яғни көңіл күйінің бұзылысы. Асқазанның ауруы, тамақ ішкеннен кейін 2-3 сағаттан кейін де осы эпигастрия аймағында ауру сезімі байқалады. Құсу, яғни ішінің ауруы. Бұның барлығы да ең бірінші себептері болып табылады. Асқазан ауруларына қосымша ем-домдар. Ең бірінші, шырғанақ майымен асқазан жарасын емдеудің өте нәтижелі әрі кең таралған түрі. Сонымен қатар ақбас орамжапырақтың шырыны асқазанға өте пайдалы. Картоп шырынында жақсы нәтижелер береді. Бұл шырынды дайындау үшін таза әрі ескірмеген картоп керек. Қызыл сортының болғаны тіптен жақсы. Айран мен өсімдік майының қоспасын жатар алдында ішіп тұру асқазан жарасының бетін қайтарады. 1 стакан айранға 1 ас қасық май. Ауруыңыз асқынып кеткен болса, таңертең жарты ас қасық шикі жұмыртқаның ағын ішіп жүріңіз. Жара пайда болған жағдайда сұлы тұнбасы әжептәуір әсер етеді. Жалбыздың жапырағы мен мың жапырақтың түймедақ гүлдерінен жасалған тұнбалар да оң әсер береді. Асқазан аурулары ауырмас үшін ең бірінші кеңесім дұрыс тамақтану. Дұрыс режим сақтап, рационалды түрде күніне 5-6 уақыттан өте аз мөлшерде ішіп тұру, бұл да асқазан ауруларын алдын алуға көмектеседі. Өздеріңіздің тамақтарыңызды оңтайлап, яғни ішкен, жеген тамақтарыңызды қарастырып отырсаңыздар, барлық аурудан сақтануға болады. Осымен пайдалы кеңесіміз аяқталды. Егер де сіздерге ұнап жататын болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.